Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында бүгінгі бізде жаңа тақырып рухани мұрамыз туралы не білесің? Сабақты әзірлеген Сәтбаев қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жанадилова Айкерим Галымбековна. Сіздермен бүгінгі сабақта мәтін тақырыбына тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтаймыз және ауыспалы келер шақтың жасалу жолымен таныс боламыз. Ең алдымен сіздердің мұра деген сөзге қатысты пікірлеріңізді, мұра деген сөз қандай мағынаны білдіруі мүмкін, немесе мұраның қандай түрлері бар, сол туралы өз ойларыңызбен бөліссеңіздер. Мұра бұл әкеден балаға қалған жер, қазына, байлық, құнды зат немесе бөліп берген енші болуы мүмкін. Бүгінгі біздің нұсқамызға келтіретін болсақ, бұл мұра әкеден балаға емес, атадан балаға, бірнеше ұрпақтан ұрпаққа қалған құнды дүние болуы мүмкін. Енді мұраның түрлері сіздерде көрініп тұр. Біріншісі ата мұра, рухани мұра, мәдени мұра және тарихи мұра. Келесі суретке назар аударсаңыздар, бұл суреттердің сабақ тақырыбымен қандай байланысы бар екенін ойланып көріңіздерші. Және оған байланысты өз болжамдарыңызды айтсаңыздар. Бірінші суретте бізде Арыстан баб кесенесі көрсетілген. Екінші суретте Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласындағы. Үшінші суретте Ұлы Жібек жолы. Және төртінші суретте көне тарихи қала Қазақстандағы Тараз қаласы. Мұнда Ұлы Жібек жолының картасы бейнеленген. Яғни бұл карта арқылы біз Ұлы Жібек жолының бойынан қандай қалалар болғаны, қай қалалар арқылы сауда-саттық жасағанын біле аламыз. Және де тағы бір ескере кететін мәселе бұл жерде Ұлы Жібек жолындағы осы қалалардың бүгінгі кезде бізге дейінгі қайсысы сақталып қалғанын анықтаймыз. Сабақтың барысында негізге алатын сұрақтар бізде: Ұлы Жібек жолы туралы не білесіңдер? Ұлы Жібек жолы қай қалалардың бойынан өткен? Және бұл жол арқылы, яғни Ұлы Жібек жолы арқылы қандай сауда-саттық жасалғандығы. Жаңа сөздермен жұмыс, яғни мұнда бізде жаңа сөз аудармасы және ол сөздің мағынасы жазылған. Мұқият тыңдаймыз және жаңа сөздерді қайталаймыз міндетті түрде. Бағалы. Бағалы. Бұл заттың жоғары сапасы. Екінші сөз. Тауар. Тауар. Сатып алу, сату жолымен бөлінетін құны бар еңбек өнімі. Саудагер. Саудагер. Тауарлардың сатылуын ұйымдастыру жөніндегі шаруашылық қызмет. Келесі сөз. Жібек. Жібек. Табиғи жібек тығылшықтарынан тоқылған мата. Барқыт. Барқыт. Бет жағы тығыз түкті, жұмсақ мақта мата. Соңғы екі сөзге назар аударсаңыздар, жібек және барқыт. Бұл Ұлы Жібек жолы арқылы тасымалданған өте бағалы матаның түрлері болып табылады. Келесі тапсырма бізде мәтінмен жұмыс балалар. Мұқият мәтінді тыңдаймыз. Ұлы Жібек жолы Қазақстан жері арқылы өткен сауда-саттық жолы. Жібек жолы бойында тұрған Отырар, Тараз, Сайрам, Түркістан, Баласағұн және тағы да басқа қалалар сауда орталығымен қатар мәдени және ғылыми ошақтарына айналды. Орталық Азия,
Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу арқылы өткен жібек жолы 14 ғасырға дейін пайдаланылды. Қазақстанның орта ғасырлық қалаларында жүргізілген қазба жұмыстары кезінде археологтар Қытай мен Византия, Иран мен Үндістан елдерінде соғылған теңгелер мен ділдаларды тапқан. Алматы қаласының маңындағы Талғар қаласының орнын қазған кезде Иранда жасалған қола табақ, Қытай фарфоры мен Жапонның фаянс тостағанның сынығы және тағы басқа бұйымдар табылған. Ұлы жібек жолының бойымен саудагерлер Ферғананың әйгілі тұлпарларын, түйе, пілдермен қатар барқыт, жібек, мақпал, торғын маталарды, киім-кешекті және тағы басқа бағалы тауарларды сату үшін алып өткен. Осы жол арқылы қант, жүзім, шабдалы, қауын сияқты жеміс-жидек те саудаланған. Мәтінді мұқият тыңдап. Келесі тапсырма. Бірінші тапсырма. Мәтіннің мазмұны бойынша жоспарды бөліктермен сәйкестендіріп, мәтінді құрастырыңдар. Бірінші бөлік жібек жолы бойындағы қалалар, екіншісі жәдігерлер және үшіншісі тауарлар. А, Ә және Б варианттарындағы мәтіндер берілген. Мұқият қарап тапсырманы орындаймыз. Бағалау критерийі бізде мәтіндегі негізгі ойды анықтайды. Дескрипторлар біріншісі мәтіндегі тірек сөздерді анықтайды, екіншісі жетекші сұрақтар арқылы анықтайды, және үшіншісі мәтін бөліктерін жоспармен дұрыс сәйкестендіре алады. Осы арқылы анықталады. Болсақ, өзімізді тексереміз, өзіңді тексер. Байқап отырсаңыздар, бізде біріншісі жібек жолы бойында қалалар Ә вариантымен сәйкес келеді екен. Екіншісі жәдігерлер Б нұсқасымен. Үшінші тауарлар. Бұл бөлім бізде А нұсқасымен сәйкес келеді. Жарайсыңдар оқушылар. Екінші тапсырма. Мәтіннің мазмұны бойынша тірек сөздерді қолданып, сөйлем құрастырыңдар. Яғни балалар, сіздерде тірек сөздер үшеуі беріп тұр, міне, сауда орталығы, қазба жұмыстары және бағалы тауарлар деген. Критерийлер бізде тірек сөздерден сөйлемдер құрастырады. Дескрипторлар тірек сөздердің мағынасын түсінеді, мағыналы сөйлемдер құрастырады. Мәтінмен байланыстырып, мәтіннің мазмұнына сәйкес сөйлем құрастырып көріңіздер. Құрастырған сөйлемдеріңізді сәйкестендіріп немесе тексеріп алсаңыздар болады. Мысалға, бірінші сөз бізде сауда орталығы, сөз тіркесі. Жібек жолы бойында тұрған қалалар сауда орталығына айналды. Міне, бұл біздің бірінші сөз тіркесімізден. Екінші сөз тіркесі. Археологтер қазба жұмыстары кезінде тарихи жәдігерлерді тапқан. Мұнда бізде қазба жұмыстары. Үшіншісі бағалы тауарлар. Ұлы жібек жолының бойымен өткен саудагерлер халыққа бағалы тауарларды саудалаған. Жақсы. Енді өз арамызда біз кері байланыс жасаймыз. Мұнда кімнің жазған сөйлемі мазмұнды болды және рухани мұрамыз туралы оқылған мәтін бойынша не білдіңіздер? Өте жақсы. Мәтін бойынша келесі тапсырмаға өтсек, бұл бізде үшінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңдер. Және мәтінге тақырып қой деп тұр. Бірінші сұрақ.
Ұлы жібек жолы бойында қандай қалалар болған? Екінші сұрақ. Қазақстанда сауда орталығымен қатар тағы нелер дамыған? Үшіншісі. Қазба жұмыстары кезінде қандай бұйымдар табылды? Төртінші соңғы сұрақ. Ұлы жібек жолының бойымен саудагерлер халыққа қандай тауарларды саудалаған? Мәтін бойынша, есте қалған ақпараттар бойынша мұқият сұрақтарға жауап іздейміз. Критерий бізде мәтіннің тақырыбын анықтау және дескрипторлар сұрақтарға жауап береді, жауаптарын негізге алып мәтін тақырыбын анықтайды. Яғни мұнда 4 сұраққа жауап бересіздер, сол жауап берген нұсқа бойынша мәтінге тақырып қоясыздар екен. Ендеше сіздердің берген жауаптарыңызды тексеріп өтсек, біз тақырыбын жауапқа сәйкестендіреміз дедік қой. Бірінші жауаптарын оқимыз, бірінші сұрақтың жауабы. Жібек жол бойында Отырар, Тараз, Сайрам, Түркістан, Баласағұн және тағы басқа қалалар болған. Екінші, Қазақстанда сауда орталығымен қатар мәдени және ғылым дамыды. Үшінші сұрақтың жауабы. Иранда жасалған қола табақ, Қытай фарфоры мен Жапонның фаянс тостағанның сынығы және тағы басқа бұйымдар табылған. Төртінші сұрақтың жауабы. Ферғананың әйгілі тұлпарларын түйе пілдермен қатар барқыт, жібек, мақпал, торғын маталарды, жеміс жидектерді саудалаған. Сіздердің берген жауаптарыңызбен қаншалықты сәйкес келеді тексеріп өтіңіздер. Және осының барлығын негізге ала отырып, бізде мәтіннің тақырыбы Қазақстан аумағындағы жібек жолы деп аталады. Келесі бізде тілдік бағдар. Тілдік бағдарда бізде ауыспалы келер шақ. Етістіктің ауыспалы келер шағы. Бұл ауыспалы келер шақ, балалар, іс-қимылдың алдағы уақытта анық іске асатынын білдіреді. Яғни, бұл қазір болмайды, ертең, немесе келер шақтағы. Етістіктің түбіріне А, Е және қысқа И жұрнақтарын жалғану арқылы жасалады. Келесі кестеге назар аударсақ, ауыспалы осы шақ пен ауыспалы келер шақ бір-бірінен сөйлемдегі мағынасы жағынан төмендегідей ажыратылады. Ауыспалы осы шақ. Мен көлікте келемін, мен ылғи ерте тұрамын. Енді ауыспалы келер шақтың сөйлемдеріне назар аударайық. Мен түсте көлікпен келемін, екінші сөйлем, мен ертең ерте тұрамын. Яғни, аз сызылған сөздерге назар аударсаңыздар, бұл жерде ауыспалы келер шақта мен түсте көлікпен келемін. Ол нақты уақыты беріліп тұр. Қашан болатыны беріліп тұр, Және екінші сөйлемде мен ертең ерте тұрамын. Бұл ертең деп нақты уақытын айтып тұр, яғни алдыңғы уақытта анық іске асатын іс-әрекетті білдіріп тұр. Осы бойынша 4-ші тапсырманы орындаймыз. Бұл берілген сөздерді ауыспалы келер шаққа және ауыспалы осы шаққа ажыратыңыздар. Бірінші бағанда ауыспалы келер шақ, екінші бағанда ауыспалы осы шақ. Байланыстыра келеді, тауар үнемі бағаланады, келешекте өндіреді, болашақта таралады, таңертең жұмыс істейді, күнделікті тасымалдайды. Бағалау критерийі бізде етістіктің шақтарын ажыратады және дескрипторлары ауыспалы келер шақтың мағынасын түсінеді, ауыспалы келер шақ пен ауыспалы осы шақты ажырата алады. Балалар, егер тапсырманы орындап болсақ, ойланып болсақ, біз өз жауаптарымызды тексеріп көрейік. Өзіңді тексеріп. Ауыспалы келер шақ
таңертең жұмыс істейді, таңертең қай уақытта болатынын анық көрсетіп тұр. Келешекте өндіреді. Үшіншісі, ертең жеткізеді, және төртінші сөз, болашақта таралады. Осындай сөз тіркестері. Келесі нұсқада ауыспалы осы шақ. Байланыстыра келеді. Тауар үнемі бағаланады, күнделікті тасымалдайды. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі бізде рефлексия. Бүгінгі сабақтан қандай маңызды ақпараттар білдіңіздер? Тапсырмаларды қандай көңіл күймен орындадыңыздар? Және тапсырмаларды орындау барысында қандай қиындықтар болды? Соны қағазға жазып орындаймыз. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біз мәдени, рухани, тарихи мұраларымызбен таныс болдық. Олардың қандай ерекшеліктері бар екенін ажырата білдік, және Ұлы Жібек жолы және оның бойындағы қалалар туралы ақпарат алдық. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.